Қызылордадағы жедел жәрдем станциясына күніне 1000 адам хабарласып көмек сұрайды. Олардың ішінде кемі 10 шақтысы қызметкерлер барған сәтте есігін ашпай қояды, не болмаса шақырту жасағанда жалған мәлімет береді екен. Ал бұл біздің жұмысымызға айтарлықтай кедергі келтіреді дейді мамандар. Тіпті ішімдік ішіп отырып, мұңын айту үшін жедел жәрдем қызметкерлерін шақыратындар да бар. Одан бөлек медицина мамандарын жүйке жүйесінде ауытқуы бар азаматтардың қайта қоңырау шалатын шаршатқан. Не только жаңағы ішіп алған, жанжал, там психически больной, ысылыватырмын, ауырыватырмын деп айтады. Бірақ барған кезде просто уход керек, просто жаңағы внимание керек дейді ғой. Сондайлар звондайды. Сол вызовқа барам деп, біз басқа вызовқа шынымен жаңағы мұқтаж болғандарға жете алмай қалған жағдай болуы мүмкін. Сондай-ақ ішіп пысса өрт сөндіру қызметіне де хабарласатындарға тұсау болмай тұр. Мәселен, Шымкент тұрғыны кеше түн ортасында мектептен өрт шықты деп дабыл қаққан. Бірақ бірнеше техникамен шұғыл жеткен қызметкерлер хабарламаның жалған екеніне көз жеткізген. Ал тілсіз жаумен күресетін төтеншеліктер шындыққа сәйкес келмейтін шақырту тек алтын уақытымызды алып қана қоймай, шығынға да батырады дейді. Жалған шақыртуға бару кезінде жанар-жағармай шығыны бар. Жалған шақырту дерегі расталып, дәлелденген, жеке тұлғаның кінәсі дәлелденген жағдайда әкімшілік хаттамадан бөлек аталған шығындарды өндірту жөнінде шара қолданылады. Айта кетейік, жедел қызметтерге шындыққа жанаспайтын мәлімет берген азаматтарға 200 000 теңгеден астам айыппұл салынады. Әкімшілік іс сотта қаралып, залалдың көлемін төлеуге де міндеттелуі мүмкін. Мамандар әрбір тұрғын жедел жәрдем не өрт сөндірушілерге жалған хабар берген сәтте өзге адамдардың өміріне қауіп төндіріп жатқанын естен шығармаған жөн дейді. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информбюро.